Бәріне сәлем. Қазір осындай сметанник пирогын жасайтын боламын. Ол үшін бір жұмыртқа, 50 грамм шекер салып араластырамыз. Кішкене қана тұз қостым. Және де үстіне бөлме температурасында тұрған сары майдан немесе қыздырып алсаңыздар да болады. Жақсылап араластырып, үстіне 280 граммдай ұн қостым. Және 1 шай қасық разрыхлитель қостым. Енді әрі қарай қамырымызды біріктіреміз. Қамырымыз дайын болды. Енді оны алып қоя тұрамыз, әрі қарай салмасын дайындаймыз. Ол үшін 2 жұмыртқа, үстіне 140 граммдай шекер, 100 граммдай қаймақ салып араластырамыз. Оның үстіне 400 грамм творог саламыз. Және де 1 шай қасық ванилин салдым. Блендермен езіп алсаңыздар да болады. Енді формамыздың астына пергамент қағазын жаямыз. Қамырымызды формаға келетіндей қылып кішкене илеп аламыз. Формаға салып, қолымызбен жан-жағын шығарып бортиктер жасаймыз. Енді ортасындағы салмасын салдық. Және де үстіне мен малина салып шықтым. Оны енді өз қалауларыңызша салсаңыздар болады. Осымен қызып тұрған пешке жібереміз. Осындай болып пісті, өте дәмді шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де лайк басып кетіңіздер.